Бұл үйде өмір сүргендер қайда кетті? Бұл төсекте ұйықтағандар қайда кетті? Бұл тағамды жегендер қайда кетті? Бұл көлікті айдағандар қайда кетті? Бұл жерлерде өмір сүрген адамдар қайда кетті? Бұл киімді киген адамдар қайда кетті? Бұл жұмыста істеген адамдар қайда кетті? Бұл денсаулықпен өмір сүрген адамдар қайда кетті? Бұлардың барлығы бір ғана қабірге кетті. Бұл өмір өте қысқа, өткінші. Бүгін бармыз, ертең Аллах аламын, ертең жоқпыз. Алланың алдында бәріміз бірдейміз, тек дәрежелеріміз үлкен болуы. Аллахтың алдында шынымен қорқып өмір сүрген тақуа жандар болуымыз. Бұл дүние үлкен теңіз сияқты, біз онда ұшып өтіп бара жатқан құс сияқтымыз. Шөлдеген кезде суға жақындап, бір құртым су ішіп, мезгілімізге жетіп алуды көздеп ұшып бара жатқандаймыз. Жол ұзақ, қанаттарымыз талып бара жатқан секілді, жарым жолға жетпестен суға батып өлетін секілдіміз дүниеге берілсек. Бұл дүниеде берілген адамдар теңізге батқан тесік кеме секілді. Аллахтан алыстау дүниеге жақындатады. Ол дегені дүниеден мүлдем керек емес деген емес. Адам тіршілігі үшін дүние керек. Сол сапарға шыққан жолаушының жүгі секілді. Дүниенің көптігі Аллахтың зікірінен тосып қойғаннан аз болса да жетерлі болып, Аллахты еске салдырғаны жақсырақ. Бай болып зормын деме, кедей болып қормын деме. Бай болып қор болғандар да бар, кедей болып зор болғандар да бар. Және де бай болып керемет өмір сүргенде бар, кедей болып жаман өмір сүргендер де бар. Бұл екеуі де сынақ. Пенденің өмірі дүние таразысымен емес, ақырет таразысымен өлшенеді. Жақсы амал қылсаң да, жаман амал қылсаң да, Аллахтың алдына барасың. Алланың разылығына жету пенденің ең үлкен байлығы мен бақыты.